Сонымен жаңадан тағайындалған премьер 53 жастағы ақмолалық Асқар Мамин деген кім? Ол ескі команданың адамы, бұрынғы үкімет басы Бақытжан Сағынтаевтың орынбасары болған. Сондықтан Мамин мырза кереметтей өзгеріс жасап, бетбұрыспен жұмыс істей алады деп ойлайсыздар ма? Оның үстіне оның қазақшасын қосыңыз. Ана тілімізді еркін сайлап, баяндама жасап, есеп беріп немесе халықпен етене араласқан бұл шенеунікті бұрын байқамаппыз. Әйтсе де, Ресей бақтары Асқар Ұзақбайұлына қатал да тиімді жұмыс істей алатын менеджер ретінде мінездеме беріпті. Өмірбаяннан үлсеңіз, 1988-91 жылдары ішкі істер органдарында қызмет еткен екен, яғни полицей болған, әскери шені полковник дейді. Осыған қарап енді өздерінше баға берген болар. Әйтпесе, Мамин мырзаның қатал болып, темірдей тәртіп орнатып, керемет тиімді жұмыс істеді деген есімізде жоқ. Бар білетініміз оның Астана қаласын 2 жылда, яғни 2006-2008 жылдары әкім болғаны, оның алдында 2005-2006 жылдары 1 жылдай көлік және коммуникация министрі болғаны және ең көп отырған жері Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы. Кейбір оппозицияға бүйрегі бұратын YouTube каналдар оны осы компанияны басқарып тұрған 2008-16 жылдары тұралатып кетті дейді, яғни қарызға белшесінен батырған дейді. Оның анық-қанығын енді сол жердегілер білетін болар, яғни қтж-да бірге жұмыс істеген әріптестер және өзінің араласқан адамдары білетін болар. Қазақстан хоккей федерациясының президенті ретінде де қандай жұмыс істегені тағы беймәлім. Мүмкін біздің ұлттық құрамамыз бен Барыс атты командамыздың керемет жетістіктерін айта аласыздар ма? Кейбір саясаттанушы мырзалар бұл хоккейдің ғана емес, ол билік командасында да шабуылшы болу керек депті. Сонда ол кімге қарсы шабуылдайды? Одан да қорғаушы болған дұрыс емес пе? Әлбетте, командалық ойындардан байқасаңыз, мысалы футбол мен хоккейде капитандар негізінен қорғаушылар арасынан тағайындалатын белгілі. Енді кейбір отандық интернет басылымдар, басқадай бақтар Асқар Маминді өздерінше мақтап жазып жатыр. Біз енді Асқар Маминді сынаудан аулақпыз. Бәрінде уақыт көрсетер. Ал енді сіз не дейсіз, құрметті көрермен?